Достар, салам алейкум. Кайралы мен Бақыт Бұрашев. Байықлы Жапония мамлекетінің Токио шарындамын. Азырына шарын тақ бор-борында тұрабыз. Движение көп барасар, уналардынша. Бирок таңғалыш нәрсе мындай. Сигнал беріп еткен. Бип-бип, дадап, сазап депчи. Көрдасыздар ма? Егер де қандайда бір шопыр, қандайда бір жол ережесін бұзса, анда бұл анын дабдырлығын түшіндіріп өткенде. Анда бұл қандайда бір ошол ережені бұзғанға мажбур болып тұр деп башқалар түшінеді екен. Анткени адамдар жөндөн жөн эле өзүнүн калоосу үчүн же мындай өзүн көрсөтүш үчүн мындай жол эрежелерин бузбайт экен да. Ошондуктан ушунчалык адамгерчиликтин, маданияттын туу чокусуна жетиптир жапондуктарча. Көрөтасыздарбы? Андай чоң движение. Бирок эң башкысы бул жерде өтө чоң узун пробкалар да болбойт экен. Бишкек биздин шаарлардачы. Анткени Жапонияда дүйнөдөгү эң өнүккөн темир жолу, кандай дейбиз, баягы тралик дейбизби, поезд дейбиз, альтернативдүү жолдорду өтө өнүктүргөн экен адамдар үчүнчү. Азыр дагы таң калтырган нерселер көрсөтөм силерге.